Рахмет деген торт келді. Рахмет, көп күшті болды негізі мына торт шынымен. Ұнады ма? Иә, ұнады. Розовый цветтер. Иә, маса. Сондай көңіл күйіміз күшті. Енді мына жақта күшті тәттілер бар. Ашып көре салайық. Осындай күшті макарон. Бенто торт. Бенто торт, иә. И осындай әдемі торт. Что-то мен теміртейін дедім мына кісі. Солай сияқты, достар. Өміріңізді тәтті болсын. Иә, әумин. Құрметті оқырмандар, біздің студияда жаңа қатысушы көріп жатқан боларсыздар. Есімі Асылжан. Жасыңыз қаншада? 27. Тараз қаласынан боламын деді. Иә, эфирді көрмеген болсаңыздар, біздің қатысушы Айгүлдің бұрынғы күйеуі екен, иә? Қазір толық ажырасқансыз. Басыңыз бос. Тағы да ешкім сізді іздеп келмейді мына жаққа. Мені кім іздеп келу керек деймін. Енді нақты ажырасқансыз ба деген ғой. Қорқатын ештеңе жоқ, иә? Қыздар келе алады деген. Қыздар келеді, келе берсін. Үміткер күтесіз. Күтеміз ғой. Басқа мақсатыңыз емес, тек нақты өзіңіз үйлену үшін келдіңіз. Үйлену керек. Потому что мен сырттан көрдім, екі рет көрдім сырттан. Неге осында отырып көрмеске, күтпеске, өз талабымызды қойып. Иә, ертеңнен бастап енді үміткер қабылдайды қыздар. Келіңіздер, эфирді көріңіздер, танысатын боламыз әрі қарай. Айгүл, не айтасыз? Таңертең ғана өзіңіз бүгінгі жаңа қатысушы кім болады деп сонша күткен едіңіз? Еще өзім айтқан болса оны деші. Келсін енді өз бақытын тауып. Көз алдым. Мен де соны көзім алдында өзім бақытын тауып, бақыт болып кетейін деп ойлаймын. Мен оған баяғы кешіріп, бақыт тілеп тұрған адам, негізін жіберіп қойған деген сияқты қойдым. Кішкене ауыр теп тұр, айтап мынаны. Жаңа Аруна айтып жатты, мүмкін Асылжан сіз үшін келген шығар. Ол, ладно, мен үшін келген өзім дейді, мен ол жаңа да айтып кеттім. Ешқандай мүмкін жоқ саған деген. Қосамыз деген ой мүлдем жоқ. Қосылсақ қосылып қосылып. Құрметті оқырмандар, дәл осы хатты оқыңыздар. Мысалы, мен мына сөзді қолдаушы жазды деп ойламаймын. Сізге сенетін адам дейді. Сыртта ешқандай сізге сенетін қыздар жоқ па? Білмеймін, мен ешкімнің сеніміне кіріп жүрген жоқпын, тырысып та жүрген жоқпын, өзім жүрген адам. Бірақ мына жақта енді кәдімгідей бір терең мағына жатыр, шыны керек. Бірақ кім жазса да үлкен рахмет, Алла разы болсын әрине. Қуаныштысыз. Қуаныштымын. Бірақ қорқып тұрған жоқсыз ба, ертең ақпарат шығып қалады деп? Жоқ, ешқандай ақпарат шығады деп. Ешқандай бөлігім жоқ. Барлығы нормально өткен ертең. Ұмытып өткен қыздарыңыз жоқ, иә? Жоқ, ондай емес. Рахмет үлкен. Солай екен. Енді мен күдіктеніп тұрмын, білмеймін енді.